Ассалаумағалейкум, Абдаллах мырза. Ниет қабыл болсын. Мына жігіт археолог. Музей директорынан ақпарат алдым. Жетіген жөнінде өзі жеке зерттеу жүргізіп жатыр екен. Қасындағылар кемдір? Оны анықтаймыз. Археолог осымыздан шығап кетпесін. Бәрі бақылауда, Абдаллах мырза. Онда жүрейік. Я Жандос, осындам. Кел, күтіп тұрмын. Сәлем, Сәлем, Нұржан, қыздар. сәлем, Нұржан. Назгүл, келуіңмен. Бүгін демек, мейрам болады ғой. Назгүл келгені қандай жақсы болды. Самал өз жөнінде көп нәрсе айта бермейді. Сондықтан бала кездегі есер соғыстары мына сенен сұрап алатын болды. Самал мектеп кезде де үлгілі тәртіпті оқушы болатын. Көрдің ғой, түк шықпайды. Қайдам. Жандос көрінбейді ғой. Өз шақырып алып, қайда жүр? Жандос қазір хабарласты. Ай, міне өзі де келе Сәлем, жатыр. Жандос. Баршаларыңызға сәлем. Сәлеміңді Сәлем. қабыл алдық. Бұл менің досым Жандос. Ал бұл Самалдың бала кезінен бірге өскен құрбысы Назгүл атты сұлу. Мен өте мен қуаныштымын. Бүгіннен бастап сіздер ерлі зайыптысыздар. Құттықтаймын. Менің кетуім керек. Менің кетуім керек. Менің кетуім керек. Вокзалға баруым керек. Уақыт аз қалыпты. Я, Назгүл әпкесінің тойына Алматыға бара жатыр. Әйтеуір, кездесіп те үлгердік қой. Қабат деген ай, өзіміз бір асықпай отыруымыз керек еді. Ондай болса, жолың болсын. Жақсы жетіп ал. Келген соң Жақсы. хабарлас. Сау болыңдар. Сау бол. Ей, профессор! Не болды саған? Чай іштейін. Бір нәрсең бар ма? Иә. Жетігеннің тағы бір жазуын оқыдым. Кән көрейік. Бұл шумағымызда қызық болып шықты. Тыңдаңдар. Үңгір бар күн сәулесі құйып тұрған, ішіне мың аттылы сыйып тұрған. Мың сан құстың бірінің ұясы бар, сені іздеген құпияны жиып тұрған. Жандос, өзің не түсіндің? Менің түсінігімше, мың аттылы сиятын болса, онда өте үлкен үңгірді айтып жатыр. Байқадыңдар ма? Мың аттылы сиятын болса, тіпті көз алдыма елестете алмай жатырмын. Екіншіден, үңгірдегі құстың ұясына жасырылған құпияны айтыпты. Демек, асық... Сонда? Дұрыс, Самал. Мен келсем. Біздің өлкеде ондай үңгір бар ма екен? Мен білмедім. Сендерге үңгір керек па? Онда жолдарың болды. Мен болмасам не істейді екенсіңдер сендер? Ендеше еріңдер артынан. Керек жарақты алдық. Дұрыс па, профессор? Мә, ұста. Сендер мен әлі білмейді екенсіңдер. Мә, мен сендерді Қазақстандағы ең үлкен үңгірге апарамын. Ақмешіт үңгіріне. Әзірше сенде бәрі сөз жүзінде. Ей, профессор, мүмкін сен тыныш отырарсың? Иә, болды.
Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкумассалам, балам. Біз мынау ғылыми жұмыстармен жүредік. Мына Ақмешіт өңірінің қыр-сырымен жақынырақ таныссақ деп едік. Сол үшін өзіңізден сәлеметсіз бе? біраз Ассалаумағалейкум. нәрсе сұрасақ бола ма? Әрине болады, балам. Қане, төрлетіңдер. Дастарханнан дәм татыңдар. О, рахмет ата. Кәне, жүріңдер. Жүріңдер кәне. Ата, мен өзім осы аймақтан болам. Мына Қостырадан. Қостырадан? А? Өзіміздің бала екенсің ғой. А? Қостырадағы кімнің баласысың? Жаппар. Мектепте мұғалім ғой. Кейінгі жастар тани бермейміз. Атаң кім болады, балам? Сапарбай. Сапарбай? Танисыз ба? Әлгі анау аңшы Сапарбай ма? Дәл өзі ата, дәл өзі. О, сен текті кісінің ұрпағы екенсің ғой. О, ол кісіні бәрі білетін. Жарықтық Сапакең, атқан оғы мүлт кетпейтін өте мерген болатын. Талай жақсылығын көргенбіз. Шай ішіңіз, ата. Алыңдар, балалар. Жақсы ата, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы ата, сау болыңыз. Әкемнен жылан туралы оқиғаны мен де естігем. Ол не әңгіме? Керегетас ауылында Сыдық Молда деген болыпты. Иә? Ол кісі бақшасында үлкен айдақар жылан Түр. асыраған екен. Ол жайлы белгілі суретші Ғани Иляев өз кітабында жазып қалдырған. Қызық екен. Самал? Сен бағанағы әңгімені естің ба? Нені айтып тұрсың? Менің текті жерден шыққанды. Атам атақты мергенші, және оны ел сыйлаған адам болғаны. Жалпы мен сияқты жігітіне қуанып қойсаң болады. Не үндемейсің? Жай. Қазақтың мақалы есіме түсіп кетті. Не мақал? Өзін өзі мақтаған, өгіз тентек деген. Мен өзімді емес атамды мақтадым ғой. Сосын атаң жинаған абыройға еге болғаның тағы дұрыс емес. Сен абыройға өзің жетуге тиіссің. Ал, қалай екен? Мәссаған. Бұл менің ауылым ғой. Ей, Қандай керемет. менің туған жерім. Ей, ауылым ай. Туған жерім. Ана Не деген қараңдар. керемет. Топырағын сүйейін ба? Ал міне, Ақмешіттің күрі осы. Біз іздеген үңгір ғой мынау. Расында мың аттылы сият үлкен үңгір екен. Ал, енді мен мойындадыңдар ма? Түсінікті. А? Ал, енді қай ұядан іздейміз? Мұнда тым көп екен. Одан бұрын, біз ол жаққа қалай шығамыз? Соны ойластыруымыз керек. Соған менің басым жетпей тұр. Сен істет басыңды. Сен жай профессор деп жүрген жоқпыз ғой. Әзірге қолымыздан келгенше әрекет жасап көрейік. Жарайды, көрсек көрейік. Амал жоқ басқа. Анау тастың жарығы тұрған жерге барып көрейік. Мүмкін табылып қалар. Сол арқылы жоғарға шығып Анау қарайық. ма? Жүріңдер сол жаққа. Я, жүріңдер. Кеттік. Ne haklısın? Profesör, табу керек. Бізде
Жоқ. Бар ма? Жоқ. Іздеу керек. Табу керек.